Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен таразыны қажет етпейтін өте әдемі әрі дәмді өрнекті зебра блинчиктерінің рецептімен бөлісемін. Қамыры жұқа, жұмсақ, ал өрнегі ерекше әдемі болып көрінеді. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне 3 ас қасық қантымызды қосып, қантымыз ерігенше миксерлейтін боламыз. Екеуісіне көп ішіп әдемі болып шығады. Енді үстіне сұйық майымызды, сүтімізді құйып, жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды 3 бөлікке бөле отырып, жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Видеода байқағандарыңыздай, мен барлығын бір стаканмен құйдым. Сүтті де, ұнды да және суды да бір мөлшермен салдым. Сіздер де солай жасаңыздар, сол кезде массаларыңыз әдемі болып шығады. Енді оның үстіне қайнап тұрған ыстық суға жарты шай қасық ас содасын қосып, жаңа массамызға құйып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Мінекей біздің блиніміздің тестісі дайын болды. Енді дайын болған массадан 2 ложа бөлек ыдысқа құйып алып, оның үстіне бір ас қасық какаомызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массаны осындай кондитерский мешокқа құйып аламыз. Жартысын немесе полный құйып алсаңыздар да болады. Мінекей дайындап алдық. Енді қызып тұрған табаға бірінші какао қосылған тестадан, одан кейін ақ тестадан құйып аламыз, жұқалап. Енді екі жағы қызарып піскенше барлығын солай пісіріп алатын боламыз. Шеткі беті осылай қызара бастағанда екінші бетіне ауыстырамыз. Екінші беті де көп ұзамай пісіп шығады. Енді қалған барлық тесталарымызды да дәл солай пісіріп шығамыз. Құрметті көрермен, егер сіз менің каналымда алғаш болсаңыз, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыз, мен үшін қуанышты болар еді. Алдын ала алғысымды білдіремін. Мінекей осымен біздің өрнекті зебра блинчиктеріміз дайын болды. Дастарханыңызға ерекшелік қосқыңыз келсе, сіз де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ идеальный болып шығады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі кездескенше.